бірінші есебіне қарайық. Келесі алгебралық бөлшек үшін дейді, айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды егерде бөлімі нөлге тең болса. Себебі санды нөлге бөлуге болмайды деген ереже бар. Сондықтан бөлімі нөлге тең емес деп алуымыз керек. 4х азайтылған 8 тең емес нөлге. Бұл жерден 4х тең емес 8-ге, х тең емес 2-ге. Демек, х-мыз 2 болған кезде бұл алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды. Ал енді b дегеніне қарайтын болсақ, айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні нөлге тең болады дейді. Нөлге тең болу үшін алымы нөлге тең болса жеткілікті. Себебі санды нөлді санға бөлсек, нөл шығады. Сонда 3х қосылған 9 тең 0, 3х тең болады минус 9, х тең болады минус 3. Сонда х-мыз минус 3 болатын болса, онда берілген алгебралық бөлшектің мәні нөлге тең болады екен. Келесі екінші есептің асын қарайық. Амалдарды орындаңыз дейді. Тең жазып кете берейік. Сонда бізде а квадрат минус б квадрат дегеніміз, ол екі жақшаны береді формула бойынша. А минус б, екінші жақшада а плюс б. Тура солай жаза салайын бірден. Ал енді ортақ бөлім беруіміз керек. Ортақ бөлім берген кезде бұл жерде бірінші бөлшекке бірден болады, ал келесі екінші бөлшекке енді бұл жерде b минус а болып тұр. Ортақ бөліміміз а минус б. Минустан басы арасында болатын болса, және ол екеуінің орны ауысып тұратын болса, онда алдына минус шығуы керек. Сонда ортақ бөлімнен бізде толықтауыш көбейтушіміз минус а плюс б-дан болады. Ал енді а плюс б-дан бөлімі бар болса, онда бізге оған толықтауыш көбейтушіміз а минус б-дан беретін боламыз. Енді бөлшектің алымын қосатын болсақ, бірінші бөлшектің алымын сол күйі жазам, а квадрат плюс б квадрат. Келесі бөлшектің алымын жазатын кезде мына нәрсені ескеруім керек. Мына жерде бір минус тұр, тағы да минус тұр. Ол екі минус бір-бірін плюс қылып жібереді көбейткен кезде. Демек, аны мен аға көбейтемін плюс таңбамен. Сонда қосу а квадрат, аны көбейтемін б-ға, қосу а б болады. Ал енді екінші бөлшекке келетін болсақ, үшінші бөлшекке келетін болсақ, бұл жерде минус тұр алдында. Минус б, оны аға көбейтетін болсам, минус а б. Енді минус б-ны минус б-ға көбейтетін болсам, плюс б квадрат болады. Бізде жойылатындар а б және минус а б. Ал біріктіретін болсам, а квадратқа а квадрат қоссам 2а квадрат, б квадратқа б квадрат қоссам 2б квадрат. Бөлімі а квадрат минус б квадратты береді. Осылай жазып қоя берейін. Енді бұл жерде жақшаның сыртына 2-ні шығарып қойсақ болады. А квадрат плюс б квадрат бөлімінде а квадрат минус б квадрат. Келесі б-сына көшейін. Бұл жерде бөлу амалын көбейту қылып жазуым керек. Сонда тең болады x y квадрат 4x минус y көбейту, бөлу көбейтуге айналған кезде алым мен бөлімі ауысып жазылады, керіге айналып кетеді.
Сонда 16x квадрат минус y квадрат бөлімінде x, y куб болады. Көбейтілген 2y бөлімінде 4x қосу y. Енді осыдан енді екінші бөлшектің алымын мен екі жақшағып жазуыма болады. Себебі 16x квадрат минус y квадратты біз бұлай жазсақ болады. 4x-тің квадраты азайтылған y-тің квадраты деп. Сонда ол бізде формуланы береді. А квадрат минус b квадрат. Сонда 4x минус y 4x плюс y-ті береді екен. Сонда жазатын болсақ x, y квадрат 4 жазып қойын. X минус y көбейтілген екі жақшаға жазам 4x минус y 4x плюс y бөлімінде x, y куб. Көбейтілген 2y 4x плюс y. Әрі қарай енді қысқартуым керек. 4x минус y 4x минус y қысқарады. 4x плюс y 4x плюс y қысқарады. Y-тің кубы y-тің квадраты y-тің кубымен қысқарады. Y қалады. Сол y-мен тағы мына y қысқарып кетсе, онда бәрі қысқарып бір болады екен бәріне. X пен X қысқарады. Оларға да бірден. Сонда бізде тек қалатыны бұл жерде 2 екен. Сонда біздің жауап 2-ге тең. Сонымен ары қарай бізде ол үшінші есеп. Үшінші есептің шығаруы теңдеп жазып кете берейін. Бірінші жақша ортақ бөлім беретін болсақ a плюс b. A плюс b-дан беріледі. Ал келесі бөлшекке бірден. Ал мына жақта екінші бөлшекте a минус b-дан беріледі b-ға. Бірге. Ал 2-ге b-дан беріледі. Сонда a плюс b бөлімі. Енді a-ны a-ға көбейтемін. a квадрат. a-ны b-ға көбейтемін. Плюс ab. Мына жерде минус 1-ге өткен кезде барлығы өз шығады. Сондықтан жай ғана алдындағы минусқа шығару керек. a квадрат минус b квадрат. Келесі жақша a-ны 1-ге көбейтетін болсам a болады. Бөлімінде бізде b a минус b. Сонда a-ны 1-ге көбейтсем a болады дедік. Енді 1-ді минус b-ға көбейтсем минус b. Қосу 2 b болады. Әрі қарай ықшамдасақ. Бізде a квадрат пен a квадрат қарама-қарсы таңбамен тұрғандықтан жойылады. Сонда ab минус b квадрат болады. Бірінші бөлшектің алымы бөлімінде a плюс b. Келесі бөлімінде b a минус b. Ал енді a-ның өзі жазылады, ұқсас жоқ. Минус b плюс 2b бізде плюс b-ны береді. a плюс b мен a плюс b қысқарады. Ал енді әрі қарай мына жерден жақшаның сыртына b-ны шығарып жіберетін болсам a минус b қалады. Бөлімінде тура солай жақшаның сыртында b, жақшаның ішінде a минус b бар.
бұлар да қысқарады, бұл мен бұл қысқарады. Сонда жауабы 1 болады екен. Сау болыңыздар.